Қайырлы күні, құрметті оқушылар. Менің есімім Серікбай Жанатович, мен физика пәні мұғалімі боламын. Сіздермен бүгін Архимед күші немесе Киритириш күші жайлы сөйлесетін боламыз. Былайынан қарасақ, өмірде физикалық құбылыстар өте көп, мысалға алатын болсақ, су бетінде жүзген кемелер, немесе адамның өзі суда кішкене малту білсе, жүзу білсе, оны су еркін көтеретінін көреміз. Яғни немене? Сумен адамның әрекеті жүреді. Яғни судан бір қандай да физикалық адаммен әрекеттесу, немесе кез келген денемен әрекеттесу процесі жүреді екен. Сол процесті бүгін сізбен толыққанды түсінетін боламыз. Бірінші біз мысал ретінде қарастырып, оны дәлелдеп формуласын шығарамыз. Қарапайым аквариум, ішінде су бар. Суретін салып, мінекей судың суреті. Ішіне куб денені орналастырамыз. Өздеріңіз білесіздер, куб дененің барлық беткі аудандары тең болады. Яғни сіздер өткендегі қысымның формуласы барлығымыздың есінде. Қысым тең болады күштің ауданға қатынасы. Жақсы. Енді біз білеміз, сұйық және газ денелерде арналған қысымда ол барлық жағынан бірдей жүреді қысым. Бірақ та екі жақтағы қысым денені теңгеріп ұстап тұрады. Өйткені екі жақтың су көлемі бірдей, немесе денеге дейінгі арақашықтық. Ал беткі және төменгі қысым ол дененің батуына немесе жүзіп бетке қалқып шығуына әсер етеді. Енді біз сіздермен осы дененің беткі қабатына және төменгі қабатына түсетін қысымдарын анықтайтын боламыз. Беткі қабатына, кубтың беткі қабатына шейінгі биіктікті H1 деп алатын болсақ, дененің төменгі қабатына шейінгі биіктікті H2 деп аламыз. Беткі қабаттарына аудан тең деп алатын болсақ, қысымды бірінші бетке түсетін күшті есептейік. F1 күшті. Ол біз білеміз, қысым 1 көбейтілген S, аудандар тең болғандықтан S деп қана белгілеп жазамын. Енді қысымның формуласы ρ сұйықтық G және де H беткі қабатына шейін түсетін биіктігі көбейтілген S ауданы көріп тұрсыздар. Енді екінші күшті жазайық. Ол лайннан бағытталған F2 күші төмен жағынан. Оны қалай жазамыз? P2 көбейтілген S, яғни қысым көбейтілген ауданы. Бұл жерде де тығыздық, сұйықтықтың тығыздығы, еркін түсу үдеуі және де H2 биіктік көбейтілген аудан. Енді біз осы денеге түсетін кері итеруші күшті табу керекпіз. Ол үшін не істейміз? F Архимед немесе кері итеруші күшіміз тең болады F2 алынған F1. Бұдан қарастыратын болсақ, ρ сұйықтық G H2S алынған ρ сұйықтық G H1S. Бұл жердегі тұрақты шамалар судың тұйғыздығы, судың тығыздығы, еркін түсу үдеуі және ауданы. Яғни біз тек қана биіктіктен ғана өзгерістерін байқап тұрмыз. Сол кезде жақшан шытына математикалық амал бойынша ρ сұйықтық ортақ затты жақшан шытына шығарып жіберетін болсақ, бізде қалады H2 алынған H1. Бұл бізде тең болады сонда H2-ден H1-ді алатын болсақ, дененің биіктігі қалады. Яғни дененің биіктігі бұл бізде H. Сонымен қараңыздар. Сонда ρ сұйықтық G S көбейтілген H. Бұл тең болады ρ сұйықтық G
аудан мен биіктіктің көбейтіндісі дененің көлеміне алып келді. Біздің толыққанды формуламыз сонда шығатын F Архимед күшінің формуласы немесе керектеріш күшінің формуласы F Архимед тең болады ρ сұйықтық G V дене. Негізгі формула осы формула арқылы сіздер есептер шығара аласыздар. Жақсы, рахмет.